Серіктестер, құрметті қазақстандықтар, құрметті біздің Кордиалкар компаниясының серіктестері. Менің есімім Алтынай, фамилиям Ақбердиева. Мен осы қанша жылдан бері 30 жыл бойы медицинада жұмыс жасап келе жатырмын. Соның 24 жылын почти диагностикада өткіздім. Диагностикалық аппараттардың бәрінде жұмыс жасап шыққанмын. Енді қазіргі таңдағы ең керемет, тез бүкіл организмнің диагнозын қойып, причинасын тауып беретін керемет аппарат бұл биорезонансная диагностика деп айтылады. Ол міне кішкентай ғана осындай аппарат, өздеріңіз білесіздер, заман дамыған сайын заманауи аппараттар осылай объемы кішірейіп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Баяғыдағыдай үлкен мындай аппараттар нелер емес. Осы кішкентай ғана аппарат, бұны биорезонансная диагностика деп айтылады. Бұл қалай жасайды? Бұл диагностика аппаратты біз компьютерге қосамыз, мынандай переходник арқылы. Сөйтіп, бұл аппараттың мынандай нелер болады. Жаңағы адамның қандай организм болсын, тірі жан организмінде кішкентай герц болса да ток бөлеміз, энергия бөлеміз. Сол адамның энергиясын қолына, екі қолына электродтар арқылы қоямыз. Екігіні білесіздер ғой, қалай жасайтын, сондай сияқты. Сөйтіп, аяғына, шоколадка дейді, тобығына қоямыз. Одан кейін басына қою арқылы, мына жерде екі электрод бар. Осы электродтар арқылы адамның организміндегі энергияны тартып алу арқылы біз серверға жібереміз. Бізде серверіміз центральный сервер, аппарат негізінде украинский, программа барлығы қойылған. Программаның ішінде тек қана диагностика ғана емес, бұл жерде еще маленький герц токпенен емдеуге де болады. Физикалық, жаңағы физическое лечение деп жатады ғой, физиолечение деп. Сондай сияқты малый герц токты жіберу арқылы адамның организмінде гармонизация жасауға болады. Гармонизация дегеніміз не? Ол жаңағы адам организмінде қан айналымы болсын, лимфа айналымы болсын, отток жүрмей қалады, спазм болып қалады, тұрып қалады. Соның барлығын жүргізіп, айландырып отырады сол кішкентай жаңа токпен. Енді бұның мақсаты не? Диагностиканы бұл қалай жасалады? Бұны преддиагностика деп айтылады. Биорезонансная диагностика дегенімізді жаңа айтып кеттім. Электрод арқылы адамның организмінің энергиясын серверға жібереміз. Сол серверда бүкіл адам организмінің ағзасында на клеточном уровне дейді, орысша айтқанда қандай өзгерістер болып жатыр. Қазіргі данный осы периодта, қазіргі келіп мысалға осы жерге отырды ма адам, осы периодта, осы сағатта организмде не өзгерістер болып жатыр, соның барлығын көрсетеді. Ол жерде не көрсетеді? Ең бірінші адам организмінің бүкіл системасын қарап шығамыз, общий системасын, 8 системаның барлығын. Одан кейін адамның 47 органын, органдарда қандай өзгерістер болып жатыр, соның бәрін қарап шығамыз. Одан кейін, органдардан кейін, ол жерде жаңағы позвоночный столб дейді, омыртқа жотасы. Қазіргі таңда лечение жасаған кезде барлық врачтар өздері енді менімен келісетін шығар, барлығы симптом арқылы береді лечениені, назначениені. И соның ішінде көбінде жаңағы омыртқа жотасының жаңағы құбылысын, омыртқа жотасының өзгеруін, ол жердегі омыртқа жотасының айналасындағы сосудтардың, нервтердің қысылып қалғанын, оған көп мән бермейміз, байқамаймыз. Енді ол омыртқа жотасы біздің организмнің стержені болып саналады. Сол жаңа омыртқа жотасының айналасынан сосудтар, нервтар өтеді. Ол нервтар бүкіл органдардың бәрін питать етеді, бүкіл питанияның бәрі қан арқылы барып тұрады. Енді ол жерде мысалға мойын омыртқасы, сосын кейін грудной отдел дейді, поясничный отдел дейді. Солардың барлығында қысылым болатын болса, зажим болатын болса, ол сосудтар органдарға жаңа питание апара алмай қалады. Сондықтан органдардың функциясы төмендей бастайды. Қазіргі таңда мен айтар едім, ең бірінші адам дәрігерге келген кезде сол омыртқа жотасына көңіл бөлу керек. Зажим бар ма, жоқ па? Омыртқада жаңағы сколиоз дейді, неше түрлі травмалар болған кезінде оның барлығы орнына келіп қалмайды 100%. Соның барлығы жаңағы қысылымдарды қарап, қысылымдарды ашу керек, растяжка жасау керек. Одан кейін көбісі айтады, жаңағы зажим болған кезде дейді, мануалистке барам ба, массажистке барам ба дейді. Жоқ, массажистке де, мануалистке де қажеті жоқ. Ол уақытша сіздің жаңағы бұлшықеттеріңізді босатып береді, уақытша жеңілдегендей боласыз, бірақ омыртқа жотасындағы қысылымды алып тастамай, сіздің ол ауыр сынғандарыңыз қайтадан бола береді. Сондықтан просто надо делать растяжку. Растяжка деген есть подводная растяжка позвоночных столбов и есть домашние условия, да. Оның барлығын айтып беремін келген кезде, адамдар қаралған кезде.
істейді. И одан кейін адамның организмінде келесі паразиттер, простейшиялар, бактериялар, вирустар именно қай жеріңізде тұр, қай жерде өмір сүріп жатыр сол инфекциялардың барлығы, микроорганизм патогенный, соның барлығын қандай процентте тұр, соның барлығын қарап береміз. Одан кейін адамның чакрасын қараймыз. Чакра деген өздеріңіз білесіздер, иә, ішкі біздің органдарымызбен, ішкі біздің құбылысымыздың сыртқы ортамен байланысы, связь, да, адамның жаңа тұйықтығы, адамның ашықтығы. Енді қазіргі таңда көбісі жаңа әсіресе еркек адамдар көп жаңағы уайымдары болсын, басқа нервный стресстері болсын, іште ұстайды. Оны олай ұстауға болмайды. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, аутоиммунный заболевание деген көбейіп жатыр. Сол жаңағы іште ұстағаннан кейін ол аутоиммунный заболеванияға көшіп жатыр. Аутоиммунный заболевание диагноздарды өте көп қойып жатыр. Сондықтан чакранында жұмыс істеп, чакраменен ортаға дұрыс нетіп тұру керек. Одан кейін аурограмма дейді. Аурограмма дегеніміз адамның физикалық телосы, жаңағы физикалық телодан бастап жаңағы эфирный телоға дейін адамның телосында жабық тұру керек энергетикасы. Егер ол ашық тұратын болса, ол физикалық телоға дейін жетіп тұратын болса, именно сол ашық тұрған жерден адам организмінде инфекция, вирусы, и потом жаңа қазақша айтқанда тіл, көз дейміз. Біз мысалға біреуге қарап отырған кезде біз білмейміз, невооруженным глазом көрмейміз. Біздің көзіміз энергия жіберіп жатады адамдарға. Біздің тіліміз энергия жіберіп жатады адамдарға. Сол энергиялардың бәрін сіңіріп алып отырады адамдар. Сондай жаңағы не дейді, организмге сіңіп өтеді. Одан кейін организмдегі су ішу қабілеті